күйеуі әйелінің ақшасын сұрауы дұрыс па? Яғни айлық ақшаны өзім ұстаймын, шетінен беріп тұрамын деп. Былай ғой, ақша, ол бана тук айтпақшы, ол бу береді. Кішкене, кім айтпақшы, жаңағы, кім еді, Уәлибек айтпақшы, кішкене дух береді. Еркектің үнжұрғасы ақшамен көтеріледі, кімдікі болса да. Қазір Каспиіңізде ақша болсыншы, жүрісіңіз бүйтіп, походка өзгеріп қалады, бүйтіп, шалқайып, сатып алам мен любой. Кім ол ма? Сындырамыз оны деп қаласыз. Бәріміз сөйтеміз, пендеміз. Ақшаң түссе, мына жел шығып береді бүйтіп, жүріс походка өзгеріп қалады, бүйтіп қалады, сүміріп қалсын. Басыңда ұрады. Жын шайтан да сол кезде келеді. Жын шайтан да сол кезде келеді. Басқа уақытта келмейді ол. Ақша көп кезде келмейді ол. Өзің жын шайтан болып кетесің ол кезде. Сондықтан Ермек бауырым қосылып жатыр екен. Сондықтан тура осылай. Ардақтылар, ақшаны еркекке беріп тұрыңыздар. Еркектің көңілін көтеріп тұрыңыздар. Еркек дұрыс қой. Әйелдің ақшасы әйел сенде болу керек. Оған сөз жоқ. Оған сөз жоқ. Бірақ алтыным, еркек сенің күйеуің ғой. Сен сұра баста, как будто мен сәсеттің күйеуіне берейін ба дегендей. Сәсеттің күйеуіне беруге болмайды вообще. Сол сенің күйеуің, түсінесің ба? Сен соған берсең, ортада махаббат артады. Махаббат артады. Ортада сенім артады. Саған деген құрмет артады. Менің жаным. Ақша да сенікі, менің жаным да сенікі деп беріп қоймайсың ба, не қылады? Бір айлықты берсең, екіншісіне бермессің. Бірақ бер деген кезде түрлеріңізді өзгертіп, ауыздарыңыз жыбырлап, бет неше түрлі сөздер айтып тастамаңыздар. Өзің жұмыс істе, өзің тап. Мен ойнап жүрма, мен алатын нәрсем. Жоқ, қой оны, қызым. Сенен сұраса, еркек солай түсіп. Еркекке де оңай дүние емес. Әйеліне бүйтіп телміріп қалған, ол оңай дүние емес. Еркектің өте қиын. Мен әйелі мен күйеуінің Меккеге алып бардым өткенде. Сонда Меккеде мамасы мен баласы, қызы барып жатыр. И плюс әйелі мен күйеуі барып жатыр. Әйелі кішкене, сіз айтқанда ақшалық әйел екен. Байқұс ана күйеуін өлтіріп қоя жаздады. Не болсын жоба? Не алып жатсың? Маған айта алмайсың ба? Қарадым да сондай халге түстім. Құдай-ай, бұл қандай күйге түстім дедім. Ана еркек байқұс бүйтіп қалғанда, бұл қалай?